Құлшылықты қорғау. Бұл 1928 жылдары болған оқиға. Әңгімені айтып отырған Дәулет атам, әкемнің ағасы. Ол кезде жап-жас бала екен. Туыстармен дастарханда жиналған бір отырыста ол кісі Таласбай атамыз туралы әңгімелер айтып отырып, арасында мына бір оқиғаны баяндады. Деп бастады Абай досым әңгімесін. Бір күні атам Қаратасқа барып келеміз деп, 2 атты ерттеп, қасына мені ертіп алды. Біраз уақыт жүріп бір белге шықтық. Атам атының басын іркіп, пешін боп қалыпты, намаз оқып алайын, 2 атты ұстай тұр, деп аттан түсті. Бесін намазы ғой, ұзақ оқыды. Аттарды жетелеп арлы-берлі біраз жүріп едім, анадай жерде тұрған үйілі шөпке көзім түсті. Бекер тұрмай аттарды тойдыра тұрайын деп, әлгі шөптен суырып аттардың алдына тастадым. Намазын оқып болған атам шай намаз қалған шапанын жерден көтеріп жатып, «Мұның иесі бар ма? Сұрап алдың ба?» деді. «Жоқ, иесі жоқ. Әшейін аттар жесін деп», дедім. Атамның түсі бұзылып кетті. Бірдеңені білдіргенімді анық түсіндім. Атам адымдап келді де, аттардың аузындағы шөптерді жұлып алды. «Ендегі дүниенің иесі Алла ғой. Біреудің қыз қамына жинап кеткен шөбін қалай алып жатырсың? Мына шөпті апарып орнына тық», деді. Мен орнына апарып тығып жатырмын, тіпті кіретін емес. «Кірмесе аяғыңмен теп», деді. Тептім. «Кел, мұндағының бәрін теріп ал», деді. Тердім. Жерде көлденең қылтан қалған жоқ. Болған соң, «Енді анау бозды жұлып әкел», деді. Бозды жұлып әкеліп, үйген шөптің жаралы жеріне жапсырдым. Боз күнге күйген шөп түстес қой. Қатты анықтап қарамасаң, бүлінгені біліне қоймайды екен. Қолдарым қызарып, тіпті тілініп кетті. Әбден әуреге түсіп, атымызға міндік әйтеуір. Атамның ашуы ақырындап тарады. Алдына қараған қалпы қатарласа тепеңдей ілесіп келе жатқан маған сөйлеп келеді. «Біз үйден шыққалы бір рет асым ғана уақыт болды. Аттар тоқ. Қазір ана ауылға барғанда тағы отқа қоямыз. Иә, оның бәрі түсінікті. Әй, анау шөпті жиған адам сенің жаңағы қылығыңды білсе, атаңа нәлет дейді ғой. Ол мына маған тиеді. Намаз оқып жатқаным не болмақ? Зая кетеді ғой. Адам құлшылықты қылған соң, оны қорғау керек қой. Оқыдым, бітті екен деме. Әй, баламысың деген. Адамда айдалада ұятқа жолдас қылады екен-ау», деп оқтын-оқтын күрсініп қояды. Мұны айтып отырған Дәулет Қалшабектің баласы. Менің әкемнің ағасы ғой. Ал Таласбай Қалшабектің әкесі, менің ұлы атам. Шамасы келгенше біреудің ала жібін аттамай, азды-көпті қылған құлшылығын қорғаштаумен өткен жарықтықтар ай десейші, деп әңгімесін түйіндейді әбекең.